Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын картофель по-деревенский рецептімен бөлсем. Барлық қажетті ингредиенттерді описанияға жазып қойдым. Картошкамызды жақсылап жуып тазалап аламыз. Одан соң оны видеода көріп тұрғандай кіші бөлшектерге бөліп шығамыз. Ендігі кезекте сұйық майымыздың үстіне дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, укроп және де сарымсақ немесе кептірілген сарымсақты салып, бір келкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Енді дайын болған массамызды картофеліміздің үстіне құйып, тағы да араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан соң табамыздың үстіне қағаз жайып, картошкамызды осылай тәктейміз. Картофелімізді қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді піскеннен соң үстіне укроп пен сарымсағымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей бізде осындай өте дәмді картофель по-деревенский шықты. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ас болсын. Сіздермен болған Балжан.